Баршаңызға сәлем, бұл пайдалы кеңес арнасы. Бүгін сіздермен іштің кебуі, іштің ауырсынуы, суық тию, асқазан жарасы, асқазан ауруы, астың қорытылмауы, тіпті бауырдағы майларды, токсиндерді сыртқа шығаратын керемет табиғи антибиотиктің рецепттерімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып кетуіңізді сұраймын. Бүгінгі видеода түймедақ табиғи антибиотик нақты қандай ауруларды емдейді, 1000 түрлі дерттің шипасы мен емдік қасиеттері туралы айтамын. Адам ағзасын қалай өзгертеді, сіз естіп білмеген ақпараттармен бөлісемін. Маған тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыз. Өте пайдалы ақпараттардың бірі болады. Түймедақ өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына керемет әсерін тигізетін эфир майлары бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, яғни асқазан, ішек жолындағы асқазан жарасымен, ішек жұмысының проблемасымен, іштің кебуі, астың қорытылмауы проблемасымен ауырып жүрген адамдарға таптырмас емдік шөптердің бірі болмақ. Аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетіңізді ашады. Ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Түймедақ гүлі көптеген ауруларға ем болады. Өт жолына тас байлау, тұмау, бас ауруына қарсы асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартып, өттің жүруіне өтті жүргізетін қасиетке ие. Түймедақты кез келген дәріханалардан қолжетімді бағада ала аласыз. Мүмкіндігінше аш қарынға таңғы түскі астың алдында жарты сағат бұрын ішкен дұрыс. Қайнатуға арналған түймедақ гүлдері арнайы қорапшада сатылады. Жолы күйінде қабылдаған дұрыс, салқындап қалса жылытып жіберіп ішуге тура келеді. Түймедақ гүліндегі эфир майлары жүйке жүйесін әлдендіріп, ми тамырларын кеңейтеді, әрі тыныштандыратын қасиетке ие. Түнгі ұйқыңызды тыныш болуына арқа, буын, кекіру, іш кебу, ас қорыту, асқазан ауруы мазасызданып жата алмасаңыз, түймедақ шайынан ішіп алыңыз. Түнгі ұйқыңызды тыныш ететін кекіру мазаласа жақсы көмектеседі. Түймедақтың гүлінен жасалған дәрілердің жел шығаратын, қабынуға қарсы әсер ететін, тер шығаратын, ауырған жерлерді тыныштандыратын, денедегі бұлшық еттердің тырысуына жақсы әсер ететін қасиеттері бар. Сонымен қатар қан тоқтататын, микробты жоятын, өт айдайтын, етеккірдің келуін реттейтін дәрі ретінде қолданылады. Халық медицинасында өсімдік гүлдердің тұнбасынан жасалған дәрілерді асқазанның, тоқ ішектің қабынуын, буындардың, бүйректің, қуықтың ауруын емдеу үшін пайдаланады. Дене сыртындағы іріңді жараларды ванна жасау арқылы емдейді. Тіс түбіндегі еттер қабынған уақытта тісті, тамақты шаю арқылы ем жасалынады. Түймедақты шаштың қайысқағын кетіру үшін де пайдаланады. Ұйқыңыз бұзылса, түймедақ ұйқы бұзылуын қалыпқа келтіретін, түніңізді тыныш ететін. Ғалымдар түймедақ шайынан қатар эфир майларының да дәл осылай әсер ететінін зерттеген екен. Түймедақ құрамындағы заттар мидағы нейрондарды белсенділігін төмендетіп, ұйқыны шақырады. Ал эфир майымен тыныштанған уақытта қандай да гормондардың деңгейі төмендеп, ұйықтауға септігін тигізеді. Ұйқы қашқанда осыны еске алсаңыз болғаны. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Көптеген денсаулықтарыңыздың алдын алу үшін өте тиімді әрі арзан бағада бір аптаның ішінде денсаулығыңыздың жақсарғанын байқайсыз. Ауырмаңыздар, ем болсын.